Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Егер аңғарып қарасаңыздар, қарапайым отбасылар бар. Одан кейін кішкене ақшасы бар, азын-аулақ, өздерін бай санайтын отбасылар бар. Бірақ бай емес олар. Бірақ бай санайды өздерін. Кішкене қарапайым отбасыдан сәл жоғарылау деңгейлері, өздерін бір элита санайды. Сондай кісілер өз бір-бірлерін тауып алып, барып келіп, араласады енді. Өз деңгейлері сондай қылып көреді, енді кішкене өздерін қарапайымдылардан жоғары санайды. Сондайлардың ішінде тәкаппарлар өте көп болады. Енді одан жоғары енді олигархтар бар, миллионерлер бар. Олардың әңгімесі енді тым бөлек. Енді өздерін элита санайтын, қарапайымдылардан сәл жоғарылау санайтын кісілердің жаңағы ішінде бір ағаларымыз бар енді. Мәңгі өлместе жүретін, дүниені бір алақанында ұстап тұрғандай бір кісі болатын. Сондай кісілерге арнап жазған бір өлеңім бар еді, қабыл алыңыздар. Екі құлаш ағмата деген. Аяғың бар, кез келген жерге барасың. Қолыңда бар, жуынып шайына аласың. Зәулім үйің бар, жап-жарық мамық төсегің, ал киімдеріңді киесің, тапса жарасың. Қалтаңда ақша, жүруші едің талтайып, жоқ жітік көрсең, күлуші едің шалқайып, өзіңді емес, ақшаңды сыйлап арбайтын, жалған мақтауға қалатын едің марқайып. Ешкімге мұқтаж емес едің ғой қарашы, сені біреулер жуындыруда шамасы. Жарасын тапқан киімің емес үстіңе, екі құлаш ағмата орауды ағасы. Төселмепті астыңа мамық төсегің, дәл осында емес еді ғой есебің, зәулім үйің де, көлігің қалды артыңда, тірнектеп салған, тірнектеп алған нешегін. Кең сарай үйдің жатушы едің төрінде, мәңгі осындай болатын таным сенімде, қараңғы қапас жер қойнауына салуда, қалай жатады екенсің енді тар көріңде. Меккеге сенің шамаң жетсе де баруға, бармадың, ниет болмады құрбан шалуға, ал бүгін сені қаласаң мейлі қалама, ақтық сапарға бәрі шығарып салуда. Кез келген сенің сөзіңді күнде құптайтын, дос жарандарың үйіңнен сенің шықпайтын, туған туысың бәрі асығып көмуде, еш қайсының түрі жоқ жылап сықтайтын. Өлсең ешкімге керек емессің, ұқтың ба? Дүние қуып жүруші едің, ұттың ба? Екі періште сұраққа алуға келеді, тірі кезіңде жай намазға өзі шықтың ба? Ең бірінші сұралар намаз иманың. Жақсы амалың нәпсіңді берік тыйғаның, осы амалдар табылса қуан дәптерден, ал табылмаса пайда бермейді жиғаның. Рас, пайда бермейді дүниеміз. Біз білмейміз қашан өлетінімізді. Ертең өліп қалуымыз мүмкін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұраған, өлімді қалай елестетесіз, қалай жақын көресіз деген кезде, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям, ассалаумағалейкум ва рахматуллах деп, оңға сәлем берсем намазда, солға сәлем бере алмай қалам ба деп қорқам деген екен. Ажал өткенде жақын болуы мүмкін. Біз білмейміз қашан өліп қалатынымызды. Сіз де мүмкін ертең өліп қалуыңыз мүмкін. Сондықтан қарапайым болайық. Ақшаңыз болса қолыңыздан келгенше туған туысыңызға, жоқ жітікке көмек беріңіз. Ақшаңыз жоқ болса да көмек беруге болады. Ол қалай? Жақсы сөзбенен, ықыласпенен, жымия күлудің өзі садақа деген. Жымия күліп қарау арқылы қарапайым болайық. Қарапайымдылық ол кішілік емес, кісілік деген. Қарапайым болайық, аман болайық. Дендеріңіз сау болсын. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатух.